Oturasızlar mı okuşlar? Oturamız okuşlar. Balar bugün bizim жаңа ашық саламыз, Саламыздың тақырыбы дүниежүзілік шаруашылық салаларының сипаттамасы. Тәртіпті ашық тақырыпты тез жазалайды. Дүниежүзілік шаруашылық сипаттамасының салаларының сипаттамасы. Бүгінгі саламыздың мақсаты балдар дүниежүзілік шаруашылық салаларына жоспар бойынша сипаттама беру. Келесі, жалпы бізде дүниежүзілік шаруашылықтың балдар даму деңгейі, даму түрлері авангардтық үштік деп бөлінеді. Бірінші электр энергетикасының өзі екіге бөлінеді, отын өнеркәсібі және электр энергетикасы болып. Машина жасау жалпы ұлттық шаруашылықтағы ғылыми техникалық өрлеу деңгейін анықтайтын ішкі кешенді сала болып бөлінеді. Ал химия өнеркәсібі шаруашылықтың барлық салаларын химиялық технологиялармен және материалды қамтамасыз етеді. Мұнай өнеркәсібі, газ өнеркәсібі және көмір өнеркәсібі болып бөлінеді. Электроэнергетикасы балдар АЭС дегеніміз атом электр станциясы, гидроэлектр станциясы, жылу электр станциясы болып бөлінеді. Жақсы, келесі бізде балдар химия өнеркәсібі жалпы балдар бірнеше бөлінеді. Тау-кен химиясы, негізі химия, органикалық химия және химиялық реактивті шығару, жаңағы фотохимиясы болып бөлінеді. Келесі енді біздерде машина жасау өнеркәсібі, машина жасаудың өзі бірнешеге бөлінеді. Білдек жасау, көліктік машина, кеме жасау, автомобиль шығару, ғарыштық әуе және авиация өнеркәсібі болып бөлінеді. Енді осы тақырыбымызды ашу мақсатында балдар сіздерге қазір кішкене видеоролик бар, соны тыңдаймыз. Бұл Қазақстан мұнай, газ, көмір, уран секілді энергетикалық ресурстар ірі қорына ие. Және электр тасымалдайтын табиғи қорларды сату есебінен өмір сүретін шикізатты ел болып табылады. 2010 жылға дейін Қазақстан электроэнергияның экспортшысы, 2010 жылдан кейін импортшысы болып, электроэнергияны шығарғаннан көрі тұтынуы көп болды. Қазақстанның солтүстігі кеңес кезінде салынған Екібастұз МАЭСі шығарған электроэнергияны Ресейге экспорттап, ал оңтүстігі оны Қазақстаннан және Өзбекстаннан сатып алады. Қазақстанның барлық электростанциясының белгіленген жиынтық қуаты 19.000 мегаватт, нақты қуаты 14.558 мегаватты құрайды. Электростанцияның типі бойынша өңдеу келесідегідей бөлінеді. Конденсациялық электростанциялар 48,9%, жылу электроорталықтар 36,6%, газ турбинді электростанциялар 2,3%, гидроэлектростанциялары 12,3%. Жақын уақытта жүргізілуі жоспарланып отырған ірі жаңа жобалар Шарын өзеніндегі Мойнақ іргесі, Балқаш ЖЭС, 1973 және 1999 жыл аралығында Маңғышлақ түбегінде қуаты 52.000 киловатт болатын Маңғыстау атом энергетикалық кешені қызмет еткен. Электроэнергия теңіз суын тұщыландыру үшін пайдаланылған. Қазақстан. Жақсы балдар, енді жалпы видеода көргенде біздер жаңағы отын энергетика түрлерін көрдік, бұл Қазақстан бойынша берілген. Енді пысықтау мақсатында балдар мынандай сұрақ қойып кеткім тұр сіздерге. Төмендегі автомобиль түрін қай елдер шығарады? Бірінші автомобиль қандай? Ауди. Аудиді Германия шығарады. Екіншісі Тойотаны шығарады не? Жапония. А Лексусты шығарады не? Жапония ма? Жапония дейін. Ал Мерседес шығаратын мемлекет? Германия. Бұл өнеркәсіп түріне жатады ма балдар? Жаңа айтылған өнеркәсібін қай түріне жатады? Машина жасау өнеркәсібіне жатады дұрыс. Енді сіздерге топтық тапсырма береді балдар. Қорғаймыз. Балдар камера қосылды. Отын энергетикасы тобы. Сіздерге. Суретте не бейнеленгені бойынша қойып шығасыздар.
Ал шы мынай бар ғой сонда сес емес па сес не böyle bir станциялар берсең ну электр бағанасы но газ Бола келсек, жаңағы мына алдарыңызда жасап отырған постеріңізді қазір әр топ өзінің жұмысын қорғап шығады. Так, енді бірінші топ дайын болсақ, ортаға өзіміздің жұмысымызды қорғайды. Отын өнеркәсібі тобы келе қойыңыздар. Бізге берілген тапсырма отын өнеркәсібі. Отын өнеркәсібіне мұнай және газ өңдеуді, мұнай өңдеу жатады. Мұнай өнеркәсібі мұнай өңдеумен, өндірумен, тасымалдаумен айналысады. Мұнаймен айналысатын кәсіпорындар мұнай ресурсы бар жерлерге, ал мұнай өндіруші зауыттар мұнай ресурсын қолданатын жерлерге орналастырылады. Мұнайды көбінесе жерасты құбыр желілерімен, теміржолдармен тасымалдайды. Мұнай дүние жүзінде 25 елде өндіріледі. Олар Сауд Арабиясы, ақш, Ресей, Мексика, Иран, Ирак және Қытай елдерінде өндіріледі. Картадан көрсетіп жібересіз мемлекеттерді? Ресей, Қытай, ақш, Мексика, Арабия, Иран, Ирак. Осы Ресей және Қытай мемлекеттерінде өндіріледі. Жақсы, келесі. Ағарай, келесі оқушы. Газ өнеркәсібі ол деген біздің көбінесе күнделікті пайдаланатын табиғи газды аламыз. Газ ол деген газдың көбі ол табиғатқа өте зиян бермейді және газдың өндіретін электростанцияда олар 60 мемлекеттен асады және сол мемлекеттер ең көбі ол ақш, Ресей, Жапония, Германия және Қытай болып саналады. Электр энергетикасы электр энергиясын алдымен тасымалдану, трансформация, өндіру және тағы басқа барлық үдерістерін біріктіреді. ГЭС бойынша 20%, ал АЭС 17% біріктіреді. Көмір өнеркәсібі көмір өндіру және байыту берекеттілігімен айналады. Көмір ол отын болып саналады, және де көп электростанциялар көмірді отын қылдырып қолданады. Тас көмірді сорттап өңдеу арқылы біз технологияда пайдаланатын қолға салынады. Көмірді химиялық өңдеу арқылы біз көбінесе тұрмыста және шаруашылықта қолданатын әртүрлі өнімдер алады. Көмірді және көмірді дүниежүзілік бойынша 60 ел өңдейді және жылына 1 миллион тонна Қытай, ақш, Ресей, Германия, Польша, Украина және Қазақстан өңдейді. Так, келесі бізде машина жасау тобы, екінші топ бізде өздерінің жұмыстарын қорғап шығады. Так, берген тапсырманың тақырыбына кетеміз. Бізге берілген тақырып осы машина жасау саласы. Машина жасау кез келген мемлекеттің ең маңызды саласы. Дәл осы машина жасау салаларында іргелі және қолданбалы ғылыми ашылымдар мен зерттеулердің ең жаңа техника мен технология түрлері жасалады. Машина өңдеу 4 елде дамыған: Жапония, Азия, Батыс, Шығыс, Еуропа. Қара және түрлі металдар қолданылады. Және ода түрлі резеңкелер, пластмассалар әртүрлі қолданылады. Қазіргі уақытта ұшақтар дүниежүзілік бойынша 20 елден астам шығады. Оларда көш бастап тұрған ел ол ақш.
Америка құрама штаты, иә? Жақсы, келесі оқушы. Машина жасау 4 елде дамыған. ақш, батыс, шығыс Еуропа мен Жапония. Аха. Татырмыш күттезіңіз. Бұл біздің әлемізде 4 елде машина жақсы дамыған. ақшта, батыс пен шығыс Еуропада, сосын Жапонияда. Жапония мемлекеттерінде автомобиль шығару, жалпы машина жасау өнеркәсібі өте жақсы дамыған екен. Так, жақсы, келесі оқушымыз бізде. Так, осымен жалпы топтық тапсырмаларын аяқталды ғой, да? Так, жақсы, отыра беріңдер. Так, келесі бізде химия өнеркәсібі тобы бойынша келесі жұмысымызды тыңдаймыз. Так, келесі ортаға жайып балдар химия өнеркәсібі бойынша. Бізге берілген тапсырма ол химия өнеркәсібі. Химия өнеркәсібі лак бояу, органикалық тұздар химия, тау-кен химия, шина жасау және химия фармацевтикалық және одандар көп болып бөлінеді. Көрсетесіз вақытты? Тапсырма химия өнеркәсібі. Химия өнеркәсібі лак бояу, тау-кен химия, органикалық тұздар химия, химия фармацевтикалық және негізгі химия, яғни бейорганикалық болып бөлінеді. Химия өнеркәсібі өз шикізаттары және басқа салаларда қажетті шикізаттарды пайдаланады. Олар қажетті мақсаттары үшін су мен ауаны көп қолданады. Так, жақсы. Келесі оқушы. Бұл? Мынау оқушыдан елестейсіз ғой, Дүниежүзілік алқапта химия өнеркәсібі бойынша батыс Еуропа, яғни батыс Еуропа. Ойбай! Дүниежүзілік алқаптары химия өнеркәсібі бойынша батыс Еуропа нәтиже орында ие, яғни ол басты орында тұр. Оның мұнай өнеркәсібі химия, яғни тасып әкелетін шикізаттарға негізделген. Нәтижесінде мұнай химия өнеркәсібі және мұнай өңдеуде теңіз алқаптарында орналасқан, яғни Роттердам, Марсель және Магистраль орталықтарында орналасқан. Так, жақсы. Келесі, Алмат, Сигман. Олардан кейін қалып келетін ол Солтүстік Америка. Солтүстік Америкада ең маңызды рөл атқарады. Ол жақта Мексикада дүниежүзіндегі ең ірі мұнай химия аудандары құрылған. ақшта химия өнеркәсібінің ірі және басты аудандары ол Техас және Луизиана болады. Себебі оларда мұнайлы газды бассейндер өте көп. Так, жақсы. Жақсы, сонымен балдар топтық тапсырмамыз аяқталды ғой, иә? Жалпы химия өнеркәсібі бойынша мәлімет жеткілікті. Жақсы, отыра қойыңдар. Келесі тапсырма балдар бізде quiz әдісі бойынша тест орындаймыз. Қазір сіздердің телефондарыңызға мен сілтеме жіберемін. Сіздерге группаға жібереміз сілтемені. Сол бойынша біздер тест орындап шығамыз. Так, енді қазір WhatsApp-тарыңызға келді ма тапсырма? Келіп отыр, да? Так, енді біздер қазір экранға қараймыз. Мына жерде quiz әдісі бойынша бәріміз ашылып қосылып бар. Егер бәріміз қосылған болсақ, так, мына жерде пароль бар, логин бар. Қараймыз балдар. Мына жерде жаңағы мен негізі сілтеме арқылы сіздерге жібердім, автоматически қосылып керек. Так, енді балдар, мына жерде біз уже начинкені басамыз, иә? Так, тестіні орындаймыз.
балдар өзінің аты жөнін көрсетіп отыр. Кім қаншалықты бал жинаған, кім қаншалықты бал жиналмаған өздерің көріп отырсыздар ғой да? Так, жақсы. Енді сіздердің алдарыңызға берілген кішкентай стикер бар. Соған кері баян жасаймыз. Балдар бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңіз бойынша бөлісіп, стикерге тезірек жаза қойып, және оны тақтаға мына жерге сабақ ұнады ма, ұнаған жоқ па, мына балдық жүйемен цифрлар арқылы қойып шығамыз. Цифрға жапсырыңдар деп қазақша сөйлейді.